война, военные действия, экстремизм. Осындай мүмкіндік туып отырған кезде үлкен рахметімді айтқым келеді. Моей вины нет. ВКонтакте, ТикТок, Фейсбук. Он будет находиться в тюрьме за решеткой. Ұйықтамай, тамақ ішпей жүріп. Да, он переживает за маму, понятно. Смартфон қолдарынан түспейді. А я сам как-нибудь решу этот вопрос. На мектепте бір сондай призрактар бар ма деп. Не бұл жүріс түнде? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Мен Арна Муканова. Бұл видеоконтенттің кезекті түсірілімі. Каналымызға қош келдіңіздер. Подкаст ұйымдастырушылары және қолдаушылары әдеттегідей экранда көрсетілген. Танысып өтуді ұмытпаңыздар. Себебі экранда көрсетілген мекеме, орталық, ол Павлодар қаласы және облысы бойынша түн төңірегінде туындаған сұрақтарға, мәселелерге, қандай да бір келеңсіз жағдайларға байланысты экранда көрсетілген әлеуметтік желілер және телефон нөмірі бойынша кәсіби мамандардың көмегі арқылы сіздерге 24/7 уақыты бойынша көмек көрсетуге дайын. Бүгін подкастта осы экранда көрсетілген мекеменің, яғни Павлодар облысы дін істері басқармасына қарасты конфессия аралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығының ақпараттық түсіндіру жұмысы бөлімінің жұмысын орталық құрылғаннан бастап бүгінгі күнге дейін дөңгелетіп отырған кәсіби маман, сондай-ақ Павлодар қаласы және облысы бойынша барлық аудандарды, поселкелерді, кішігірім ауылдарға дейін аралап ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізіп жүрген кәсіби маман, педагог, барлық танитын адамдар сыйлап құрметтейтін өзіміздің орталықта сыйлы құрметті біздің бесценный маманымыз Асанбаева Зайда Өмірбекқызы. Зайда Өмірбекқызы, бүгінгі подкастқа түсірілуге келісіміңізді бергеніңізге сізге үлкен рахмет. Мен ойлаймын, сізден қазір көңіл күйіңіз қалай деп сұраған артық болатын шығар, себебі бұндай халықтың алдында түсірілімдерде сөз сөйлеуде қобалжымауды сізден сұрау керек шығар деп ойлаймын, оның рецептісін. Сондықтан да дегенмен сұрайын, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Дайындығыңыз қалай? Жақсы. Барлығы керемет, тамаша деп ойлаймын. Бүгінгі подкасттың тақырыбы күн тәртібінде белгіленген жастар арасындағы радикализмнің алдын алу тақырыбының аясында тұрғылықты халық және радикалды діни ағымдар деп белгіленіп отыр. Осы сіз басқарып отырған ақпараттық түсіндіру жұмысы бөлімі Павлодар қаласы және облысы бойынша радикалды діни ағымдардың ықпалының алдын алу мақсатында күн демей, түн демей ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. Шыны керек, сіздің орталық, ол сіздің бөлім, біздің орталықтағы ең бір сондай тұрақты бөлімдердің бірі болып есептеледі. Сіз ондаған жылдар бойы осы бөлімді басқарып келесіз, тәжірибеңіз мол, айтарыңыз да мол деп ойлаймын. Сондықтан да бұл ақпараттық түсіндіру бөлімі осы уақытқа дейін осы Павлодар облысы тұрғылықты халықтарын тегіс аралады деген мәліметті мен алдым. Ол шынымен рас па деп сізден сұрағым келеді. Сондай-ақ сізден сұрағым келетін басты сұрақтардың бірі бұл ақпараттық түсіндіру жұмысы бөлімінің жалпы жұмысы қалай атқарылады? Бірінші, екінші, үшінші деп айтып өтсеңіз, яғни неден бастау алады, қалай жалғасады, қалай іске асырылады, осы күнге дейін қандай нәтижелер беріп отыр, және жалпы тұрғылықты халықты осы уақытқа дейін толықтай аралап шығу мүмкін жұмыстардың бірі ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, жаңа айтылып өтті, көп рахмет. Какие мероприятия за более 10 лет с лишним работы, что мы проводим? Мероприятия самые разные. Это первое, раз это мы говорим о профилактике, это информационно-разъяснительная работа. Қазақша айтқанда ақпараттық түсіндіру жұмыс. Информационно-разъяснительная работа, она может быть многоплановой, разной, и здесь большую роль играет направление, с кем мы работаем, какая у нас аудитория. Итак, давайте вначале мы остановимся на некоторых основных моментах, какие формы информационно-разъяснительной работы проводит наш отдел. Это первое, семинары, это беседы, это встречи, это конференции, это какие-то иные методы работы.
Ну, например, зависит от того, какая аудитория перед нами. Аудитория, она разная. Начинаем мы работать с, значит, подросткового возраста, то есть это ученики 9, 10, 11 классов всей области, мы скажем так. Это студенты колледжей, это студенты вузов. Помимо этого, это всякая разноплановая аудитория, я имею в виду аудитория, которая работает, то есть они трудоустроены, и есть аудитория, которая не работает, но они самозанятые, давайте так их назовем. Одним словом, мы стараемся информационно-разъяснительную работу довести до каждого человека, проживающего на нашей территории Павлодарской области, независимо от того, какой у него статус. Ну вот если коротко сказать, то вот в таком плане. Зайда Өмірбековна, сіз осы орталық құрылғаннан бері осы орталықта жұмыс жасайсыз да? Содан бері осы ақпараттық түсіндіру бөлімін басқарып келесіз. Менің осы тұрғыдан сізге бір сұрағым бар. Шамамен орталық 2015 жылы құрылды, да? 2013 жылдан бері сіз осы орталықтың осы бөлімін басқарып келесіз. Енді жаңа сізден алдында сұрадым, осы уақытқа дейін осы облыс бойынша сіздің барлық аудандарды, облысқа қарасты барлық аудандарға қарасты поселкелерге қарасты кішігірім ауылдарға дейін аралап шықтыңыз деген ол рас па? Дұрыс. Дәл солай айтасыз, айтып отырғаныңыз дәл осылай. Осы 10 жылдан астам уақыттың ішінде біз Павлодар облысының әр бір кіші грім деп айтады ғой, ең бірінші үлкен жаңағыдай аудандарға, оның ішінде қай ауданда неше ауыл бар, сол ауылдарға бірінші жылдары, бірінші 3-4 жылда біз бір ауданға шығамыз, күніне 3-4 ауылдағы жергілікті тұрғындармен кездесіп, апталап, сол ауданда жатып, солай жұмыс атқардық. Енді 10 жылдан асуымен халықпен жұмыс дегеннен кейін кездесулер болады. Оның ішінде мектептерді, колледждарды, жаңа айттық қой, жұмыс істеп жатқан адамдар, самозанятый дейміз, жұмысы жоқ азаматтар, оқушылар, үлкен енді 18-ден асқан азаматтармен кездесу, оны жаңағы сіздің айтып отқаныңызды мен иә деп айта аламын. 10 жылдан асуымен осы азды көпті уақыттың ішінде біз Павлодар облысында әр ауылда, әр ауданда, ауданда бірнеше рет, ал енді ауылдарында кем дегенде 1-2 реттен болып ақпаратымызды беріп, қона жатып сол ауылдарда сондай ақпарат беріп жұмыс істеп жатырмыз. Мен сонда айтып қоям, Зайда Өмірбековна өзінің қызметіне күнін, түнін толықтай арнаған адам деп. Сондықтан да ол тұрғыдан сізге енді орталықтың атынан, орталықтың әкімшілігі тарапының атынан, ұжымның атынан, өзімнің атынан осындай мүмкіндік туып отырған кезде үлкен рахметімді айтқым келеді. Бұл енді үлкен еңбек деп ойлаймын. Сіз өзі әйел адам болсаңыз да сондай алыс ауылдарға, кішігірім ауылдарға барып ақпараттық түсіндіру жұмысын ұйықтамай, тамақ ішпей жүріп, солай тарату деген ол енді мен ойлаймын оңай жұмыстардың бірі емес деп ойлаймын. Және мен ойлаймын, осындай жұмыстың процесінде, үдерісінде бір қызықты оқиғалар да болған шығар. Қазір подкасттың соңында айтып өтсеңіз, өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Көрермендерге өте қызықты болады деп ойлаймын. Кейде сіз жұмыста айтып қаласыз болған қызықты оқиғалардың шет жағасын. Соны да осы подкастта айтып өтсеңіз жақсы болар еді. Жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, біз барлық жаңағы оқуы бар, тіркелген, сонымен қатар жұмысы бар, жұмыссыз адамдарға дейін аралаймыз деп. Сонда кейде былай болады, мысалы, қандай да бір жас адам ол оқымауы мүмкін, да, мысалы, немесе қандай да бір адам жұмыс істемеуі мүмкін. Ондай адамдарға да дін, жаңағыдай радикалды діни ағымдардың ықпалына түсіп кетпес үшін ол адамдарға да мен ойлаймын бірінші орында ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу керек деп. Сондай адамдардың тізімін сіздер қайдан аласыздар? Ондай адамдарға қалай сіздер жаңағы қол жеткізесіздер? Қараңыздар, бізде Павлодар қаласында және Павлодар облысының әр ауданында
мансап орталығы дейді, карьерный центр деп айтамыз ғой. Сол жерге жұмыс іздеп келетін, жаңағы сіз айтқандай, орысша айтқанда нетрудоустроенные, да, аудитория, которые ищут работы, пока временно нетрудоустроенные, они посещают центры в городе Павлодаре, в каждом районном центре есть карьерные центры. И как раз таки мы вот эти карьерные центры посещаем, встречаемся там с посетителями. Если даже бывает так, кто-то, ну, по той или иной причине не смог нас выслушать или его сегодня не было, мы обязательно оставляем наш информационный материал. Это буклеты, это раздаточный материал, где вкратце указаны наши координаты, где нас могут нас найти, с кем могут связаться. Но родители и аудитория порой не знают одного, то есть закона. Согласно Уголовного кодекса Республики Казахстан, если суд вынесет решение о лишении свободы по статье за религиозный экстремизм и терроризм, и на момент вынесения приговора осужденному исполнилось 14 лет, то он будет находиться в тюрьме в местах лишения свободы, за решеткой. То есть, когда взрослое население думает о том, что он еще молод, ему еще нет 18 лет, они ошибаются. Именно статьи касаемого вопроса религиозного экстремизма, терроризма, здесь нахождение или человек понесет наказание, а наказание какое-то, лишение свободы, нахождение в местах лишения свободы в тюрьме, начинается с 14 лет. Құрметті қауым, құрметті ата-аналар, естеріңізде болсын. Егер сот шешімі ол халықаралық па, республикалық па, облыстық па, аудандық па, бәрібір сот шешімі діни экстремизм, терроризм бабымен шығарылған болса, сол сот шешімі белгіленген кезде азамат сотталып отырған толық 14 жасқа толған болса, ол амнистияға жатпайды, темір тордың ар жағында, яғни түрмеде 14 жастан бастап отыруға тура келеді. Менің балам жас, білмей қалды деген болмайды. Орысша айтқанда, незнание закона не освобождает от наказания. Я хочу еще обратить внимание на следующее. У нас есть статьи за финансирование экстремизма, терроризма, распространение информации касаемого вопросов религиозного экстремизма, терроризма. И я также сегодня, воспользуясь аудиторией, хочу обратить внимание на очень немаловажные, но, к сожалению, банальные случаи. Или о чем идет речь? Сегодня, в 21 веке, не секрет, когда большое количество населения, в том числе молодежи и взрослое население тоже, находится где? В интернет-пространстве. Мы с вами наблюдаем, едем в автобусе, большое количество взяли телефон и, соответственно, находится в интернет-пространстве. Да, конечно, понятно, 21 век, когда все доступно, но, уважаемая аудитория, у нас сейчас имеет место быть, когда молодые люди, подростки, не понимая, не зная, не владея информацией, ставят лайки и репосты. О чем идет речь? Казалось бы, что за разговор? О чем мы говорим? Лайк, это же серое сердечко. Нажал, он стал красным. Да, физическое восприятие, оно правильное. Но, уважаемая аудитория, когда касается вопроса религиозного экстремизма, терроризма, серое сердечко, которое преобразилось в красный цвет, нажал хозяин аккаунта, да? Хозяин аккаунта несет ответственность, потому что преображение цвета говорит: я, хозяин аккаунта, полностью согласен с той информацией, которая там содержится, независимо от того, понимаю я, не понимаю, дочитал до конца информацию, не дочитал. Может быть, даже там не быть иногда открытым текстом слов «война», военные действия, экстремизм, терроризм и так далее. Астарлы ақпарат деп айтамыз ғой, подстрочно. Даже вот такие моменты, если, значит, ваш лайк принесет в содержании вопросы касаемого, значит,
любого, давайте скажем, да, направления религиозного экстремизма, терроризма, то наказание нужно будет понести. Одним словом, незнание закона не освобождает от наказания. Құрметті қауым, құрметті жастар қауымы, сіздер ұялы телефонда, гаджетта лайк басқан кезде өте мұқият болударыңызды сұраймыз. Себебі сіздердің жаңағы сұрлы түрлі жүрекшені басып, ол сурет түрі түсі деп айтайық. Қызар басқа түске ауысқанда, ол тек қана түстің ауысы деп білмеңіздер. Ол жерде жаңағы аккаунттың иесі айтып тұр. Мен осы берілген ақпаратпен оны ұғып тұрмын ба, ұқпай тұрмын ба, толық келісемін деген белгіні білдіреді. Ал енді одан бастап бізде репост деген бар. Репост дегеніміз жаңағы ақпаратты тарату деген сөз. Что такое репост? Репост означает распространение информации. У каждого владельца аккаунта разное количество подписчиков. У кого-то 500, у кого-то 5000, у кого-то и больше. Вот хозяин аккаунта, который сделал репост по тому или иному материалу, он говорит: я с тобой делюсь этим материалом. Также я здесь хочу дополнить. Это, так скажем, беда 21 века, когда каждый второй владелец аккаунта ставит сторисы на своем гаджете. Сторис тоже является распространением информации. Вы, наверное, знаете, да, отдел реабилитации посещает тюрьмы у нас, наши коллеги. Вот буквально свежий случай. Молодой человек осужден, находится по статье за религиозный экстремизм, терроризм. Психолог с ним встречается, а он говорит: осужден, но он говорит: я не виноват. Как ты не виноват? Ты же осужден, ты же есть же решение суда, ты же находишься в местах лишения свободы. И знаете, что он говорит? Я вот этот сторис, который разместил у себя на своем аккаунте, я его не составлял. То есть он имеет в виду, что он не автор этой информации. Уважаемая аудитория, мы с вами должны знать одно. Независимо от того, является ли владелец аккаунта автором данной информации, то есть данного сториса, да, данного ролика, данной фотографии, ну не важно, что он разместил, или не является, это не важно. Важно то, что вы через ваш аккаунт несли определенную информацию. Если эта информация позитивная, никто не против. Но если эта информация будет нести в себе нарушение по статье за религиозный экстремизм, терроризм, то нужно будет понести наказание. Сіз бастапқы уақытта мынадай бір өте жақсы ақпарат бердіңіз. Яғни қандай да бір оқуда жоқ, жұмыста жоқ адамдар, тіркелмеген адамдар жөніндегі ақпараттарды сіздер, яғни сіздің бөлім, сіздің басшылығыңызбен карьерный центрден немесе мансаптық орталықтарынан аламыз дедіңіздер. Сонда сосын жаңағы ойыңызды ары қарай жалғастырып кеттіңіз. Сонда сіздің аудиторияға сіз ақпараттық түсіндіру жұмысын 14-15 жастан бастап, яғни мектеп оқушыларынан бастап жалғастырасыз. Яғни сіздің аудиторияңызға ең бірінші 14-15 жастағы мектеп оқушылары, колледж студенттері, жоғарғы оқу орын студенттері, жалпы жастар, оқуы бар, жұмысы жоқ, оқуы жоқ контингенттің барлығы кіреді. Солай ғой? Сонымен қатар менің түсінгенім бойынша сіздің контингентке кіреді мекеме қызметкерлері, әртүрлі жұмыс орындағы қызметкерлер, сонымен қатар сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, сонымен қатар сауда орындарына да барамыз, саудагерлерге, кәсіпкерлерге де ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз деп. Тіпті олардың ішінде зейнеткерлер де болуы мүмкін да. Ал егер қандай да бір адамдар, қандай да бір аудитория контингентқа қамтылмай қалды деген сондай бір күдік ой болса, онда сіздер жаңағы карьерный центр, қазақша айтқанда мансап орнына барып, сол жердегі адамдардың тізіммен әрі қарай жұмысты жалғастырады екенсіз. Және жаңа өте көп ақпараттар бердіңіз. Мен соны кішкене жүйелеп, кезекпе-кезек айтып өтуге рұқсат етіңіз. Сонымен қатар сіз жаңа айттыңыз, осы радикалды діни ағымдарға қандай да бір қатыстылығы болған адам
ол 14 жастан бастап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша заңмен оның жаңа қатыстылығы қаралады деп айттыңыз да. Мен енді осы жерде қосып айтып кеткім келіп отыр, ол қандай заңдар деген сұрақтар туындайтын болса, мен ол ақпаратты сізден алдым. Рұқсат етсеңіз атап өтейін. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша 174 бап, 405 бап және 256 бап, сондай-ақ 258 бап екен. Осы заңдар бойынша 14 жастан бастап қандай да бір радикалды діни ағымдарға қатыстылығы бар адамдар осы заңдармен олардың ісі қаралады екен. Сондықтан да радикалды діни ағымдармен қандай да бір байланысы болып қалған адам осы заңдармен тәртіпке келтіреді деп айтсақ болатын шығар, да? Дәл солай. Иә, сонымен қатар сіз жаңа бір өте тағы да бір жақсы ақпарат бердіңіз. Өзіңіздің жаңаға сөзіңізде былай деп айттыңыз. Қазір адамдардың көбі интернет желісінде отырады. Сонымен қатар қазір сондай бір жүргізуші желілер, ол Instagram, ВКонтакте, TikTok, Facebook, Telegram. Осы каналдар бойынша мысалы өте көп қазір енді шыны керек посттар жарияланады. Сол посттардың мазмұнында діни мәлімет болса, қандай да бір оған қызығушылық танытқан адам оған ойланбастан лайк қоя беруге болмайды екен. Себебі егер ол посттың ар жағында оның жасаушысы діни радикалды ағым өкілі болатын болса, оған лайк басу, оны репост жасау арқылы тарату, содан кейін оған қандай да бір комментарий жазу өте қауіпті болады екен, да? Себебі сіз оған лайк басып репост жасау арқылы сіз жаңағы посттың мазмұнындағы мәліметті таратып отырсыз деп есептеледі. Яғни сіз автоматты түрде таратушы болып кетесіз. Сондықтан да қазақта жаңағы бір жақсы сөз бар, адам білмегеннің жауы дегенді. Яғни сіз білмеген, тексерілмеген ақпаратқа көңіл аударған, егер оның мазмұнын сіз, онда жаңағы діни радикалды ағымның астарлап берген қандай да бір дінге қайшы келетін, қоғамға қайшы келетін, жалпы біздің күнделікті өмірімізге, тіршілігімізге қайшы келетін бір астарлы мағына жатуы мүмкін. Сондықтан сіз білмеген нәрсеңізге лайк басу арқылы, репост жасау арқылы үлкен қателік жасап жатсыз деп есептеуге болады. Сондықтан да сіз неге шақырып отырсыз да жаңа адамдарды, біздің тыңдаушыларымызды неге шақырып отырсыз? Яғни интернет желісі арқылы барлық діни мағынадағы посттарға лайк, репост жасай беруге болмайды, да? Ал енді комментарий қалдыратын болсаңыз, ол тіптен қауіпті шығар, да? Комментарий туралы айтуға бола ма? Қараңыз, жуырда болған жағдай мысал келтіргенде жеңіл қабылдайды. Оны айтып отырғаным, біз оқушылармен кездесеміз ғой. Енді жас болғаннан кейін біреуі мұқият тыңдайды, біреуі тыңдағысы келмейді, біреуі тыңдап отырып, сол тыңдап отырған кезде бір-екі лайкты басып жіберіп көріп отырмыз ғой. Жас болғаннан кейін болады ол енді. Енді мен мысал ретінде келтіріп, жуырда болған жағдай тағы да тап-тамаша, бой десе бойы, ой десе ойы, тап-тамаша мектепте оқыған студент, жақсы бір енді балаларымыз бен жасты ғой, енді содан кейін баламыз деп айтамыз ғой. Бір отбасының ұлы діни экстремизм, терроризм бойынша сотталып отыр. Сонда жаңағы не туралы айттыңыз ғой, комментарий туралы. Өзі сотталып отыр, сот шешімі бар, біздің психолог енді әңгімелесіп, көмек беріп, сол кісілермен кездеседі ғой, түрмеде, темір тордың ар жағында. Сонда жаңағы баламыздың сотталып отырған баланың айтып отқаны, орыс тілді бала, я не виноват дейді, мен бұнда ешқандай кінәм жоқ дейді. Қалай кінәм жоқ? Сіздің кінәңіз дәлелденіп, сот шешімі шығып отыр, діни экстремизм, терроризм бабымен десе, ол жаңағы сотталып отқан баланың айтып отырғаны, ол жаңағы стористі дейді, мен өзім неткен жоқпын. Мен өз комментарийді кешіріңіз, ол комментарий жазған ғой, сосын сторис қойған. Стористің авторы мен емеспін дейді, ал енді комментарийға келетін болсақ, құрметті
қауым, құрметті тыңдарман, сіздердің естеріңізге салып айтайын деп едім. Бізде шет мемлекеттерде ол шет мемлекеттің өзінің бір ішкі деп айтайықшы, ішкі идеологиясына байланысты, ішкі өздерінің сондай қарым-қатынастарына байланысты кей жерлерде жайсыз жағдайлар болып жатыр, соғыс болып жатыр. Біз басқа елдің саясатына ешқандай араласуға құқығымыз жоқ. Уважаемая аудитория, я хочу напомнить всем слушателям. Сейчас, к великому сожалению, по некоторым политическим вопросам, может быть, внутренней идеологии и так далее, за рубежом в некоторых странах происходят военные действия. Вы должны знать о том, что мы не имеем права вмешиваться в политику чужой страны. Не имеем права. Вот тот вопрос, о котором вы сейчас подняли, очень хороший пример, когда осужден молодой человек, наш психолог, значит, с ним встретилась, разговаривает, он уже получил лишение свободы по статье за религиозный экстремизм, терроризм. Его статья, так же, как и другие статьи по вопросам религиозного экстремизма, терроризма, вынесенная судом, амнистии не подлежит. Молодой человек говорит: а моей вины нет. Как твоей вины нет? Ты же писал комментарий, ты же писал, выставлял пост, то есть сторисы. Он не может понять, что мы не имеем права, то есть его ошибка, не имеем права вмешиваться в политику, идеологию чужой страны. Оның да беретін сондай қаупі бар. Сол себептен ата-аналарға, жастарға айтарымыз, сіздер интернет саласында отырып, әртүрлі мәліметтерді оқып, ол алған ақпарат мәліметке комментарий жазған кезде өте мұқият болыңыздар. Ал енді менің беретін бір кеңесім деп айтайын, рекомендация, кеңесім, қандай ақпаратты оқысаңыздар да, егер де бір кейде асығыс болады ғой, автобустың ішінде келе жатып оқимыз, не болмаса тағы бір жұмыстарды істеп атып, жастар бірден екі жұмысты істеп, ананы істеп атады, мынаны оқып жатады да, лайк басып жібереді, не болмаса жаңағыдай комментарий жазады. Менің беретін кеңесім, егер сіздер оқып отқан ақпаратты толық оқпасаңыздар, оғатындай уақыттарыңыз болмаса, не болмаса жаңағыдай лайк басатын кезде баспай-ақ қойыңыздар. Көздеріңізбен оқып шығып, мына қолдарыңызды аулақ қылып баспай, сонда сізге алып отқан ақпаратыңыз қауіпсіз болады. Ал егер де лайк басып, репост ететін болсаңыздар, өте мұқият болыңыздар. Себебі, жаңағы айттық қой, астарлы ақпарат болса да, ол діни экстремизм, терроризмға қатысты болып, заңды бұзатын болса, әкімшілік, административный дейміз ғой, әкімшілік болсын, жаңағыдай уголовный кодекс дейміз, қалай болсын, егер бұзушылық болса, ол бір сондай бір жайсыз шешімге алып келеді. Сол себептен өте мұқият болу керек. Сонымен бұл жерде бұл ақпаратты қайталап үнемі айтып отыру дұрыс болатын шығар, себебі шыны керек қазір жастар болмасын, үлкен кісілер болмасын, енді осы смартфон қолдарынан түспейді, үнемі интернет желісіндегі әртүрлі әлеуметтік желілерде отырады. Ал ол жерде діни мазмұндағы ақпараттар өте көп. Өкінішке орай, жаңағы дін адамға әрқашанда қатты әсер етеді. Бұл өте бір сондай мықты идеологияның бірі болып есептеледі. Дін дегеніміз, сондықтан да сіздің жаңағы айтып отқан кеңесіңіз ол өте пайдалы кеңес деп ойлаймын. Осы қазіргі инновациялық уақытта, жаһандану уақытында өте пайдалы кеңес беріп отырсыздар. Мен ойлаймын, тыңдармандар сіздің бұл кеңесіңізді құлақ қағыс қылып өздерінің ойына сақтап алады деп ойлаймын. Зайда Өмірбековна, жаңа подкасттың басында мен сізге айтып өттім. Бүгінгі біздің тақырып ол күн тәртібіндегі жастар арасындағы радикализмнің алдын алу депті. Енді сіз жаңа жастарға байланысты өте көп пайдалы ақпараттар бердіңіз. Жалпы осы жерде бір сұрақ туындайды. Жалпы жастардың деструктивті діни ағымдарға кіріп кетпес үшін, оның алдын алу үшін қандай іс-шаралар жасау керек? Соған бір қысқаша тоқталып өтсеңіз. Бірінші, жаңа сіз бір сөзіңізде өте жақсы айтып өттіңіз.
әрине жастар деген ол бүгінгі күні кімдер? Олар 14-15 жастан бастап, яғни сіздің аудиторияда мектеп оқушылары, одан кейін колледж студенттері кетеді, одан кейін жоғарғы оқу орнындағы студенттер кетеді. Олар да мысалы 4 жылдық бакалавр білімін аяқтағанға дейін, 21 жасқа дейін әлі ата-аналарының қамқорындағы жастар деп есептеуге болады. Міне бүгінгі осы инновациялық жаһандану уақытында, интернет желісі дүркіреп тұрған уақытта олардың барлығы, яғни интернет желісіндегі ақпараттарға тәуелді, өкінішке орайды. Енді сіз жаңа өте жақсы ақпарат бердіңіз. Бірінші орында ата-аналармен жұмыс жасау керек деп, яғни ата-аналарды ақпараттандыру керек деп. Өкінішке орай қазіргі ата-аналар жат ағыммен дәстүрлі діни ағым мен дәстүрлі діни ағым арасындағы, дәстүрлі дін арасындағы аражікті айыра алмайды, өкінішке орайды. Яғни бірінші жаңағы жастардың деструктивті діни ағымдарға кіріп кетпеуі үшін, немесе оның ықпалына түсіп қалмау үшін бірінші жаңағы атқарылу керек жұмыс, ол ата-анамен атқарылатын жұмыс екен. Яғни ата-аналарды жаңа сіз айтып отырғандай ақпараттандыру. Яғни бала ол жанында отыруы мүмкін, жаңа сіз айтқандай, бірақ оның бүкіл ойы, бүкіл жаңағы несі саяхаттап басқа бір әлемде, басқа бір мемлекеттің ішінде жүруі мүмкін. Ал енді ол діни қауіпті тақырыппен жаңағы интернет арқылы байланысып жатса, ол тіпті қауіпті депті. Сонымен жастардың радикалды діни ағым ықпалына түсіп кетпес үшін қандай сондай базовый бірінші, екінші жұмыс? Ол бірінші ата-аналарды сақтандыру. Өте керемет сұрақ қойып отырсыз. Бұл қарапайым ғана жауап, бірақ біз сол қарапайым жауапқа, қарапайым іс-қимылға кей кезде назар аудармаймыз. Ең бірінші, ол ата-анамен жаңағы баланың, сол отбасында тәрбиеленіп отқан баланың бір тығыз қарым-қатынасы. Қазір былай ойлау мүмкін, ол енді күнде көріп жатқан жоқ па деп. Бұл жерде қандай сұраққа жауап керек? Орысшада айтып кетейін. Смотрите, очень хороший вопрос вы задаете, да? Что нужно делать, на что нужно обратить внимание, можем ли мы сказать первое, второе и третье, чтобы родители обратили внимание. Уважаемая аудитория, уважаемые взрослые, самое первое, на что нужно обратить внимание, это взаимодействие, взаимоотношения родителей и ребенка. Доверительные. Вот я бы обратила внимание именно на доверительные взаимоотношения. О чем идет речь? Когда подростки, или давайте вообще скажем, взрослые подростки попадают в нестандартную ситуацию касаемого наших вопросов, религиозного экстремизма, терроризма, и мы ему задаем вопрос, что случилось? Не болып қалды, бойдесе бойын, ойдесе ойын, таптамаша баласын, что случилось? Из вполне благополучной среды. И знаете, большое количество подростков отвечают таким образом. Почему ты не обратился за помощью к родителям? Они обращаются зачастую, в первую очередь, почему-то не к родителям. Это может быть на самый лучший такой, скажем, случай, это может быть в школе учитель. А иногда бывает даже не учитель, это может быть постороннее лицо. Но потом уже третий, четвертый, пятым родители узнают. Почему? Потому что именно в таких случаях недостает вот этого, знаете, взаимодействия доверительного родителей с ребенком. Ребенок говорит, не хочу огорчать родителей, мама занята на работе. Да, он переживает за маму, понятно. Где-то не хотят, что будут ругать их. Некоторые думают, а я сам как-нибудь решу этот вопрос. Уважаемая аудитория, именно когда касается вопроса деструктивного характера, если наши близкие, дети, знакомые оказались в деструктивном сообществе, здесь нужна помощь. А для того, чтобы ребенок обратился и не потерял время, обратился за помощью к родителям, должно быть доверительное отношение. Когда с ребенком случается беда, вообще не только касаемого нашего вопроса, родители мы зачастую с чего начинаем? Вот ты опять где-то что-то натворил, ты опять влип и так далее. То есть мы начинаем нравоучение. Я думаю, что именно в нашем вопросе профилактики религиозного экстремизма, терроризма я бы порекомендовала, чтобы между родителями и подростками был вот этот мост
доброжелательности и доверия. Для чего это нужно? Чтобы ребенок обратился именно к родителям, а не к третьему лицу. Зачастую за помощью пострадавшие подростки обращаются к кому-то чужому человеку. И когда мы спрашиваем, а почему так, почему ты не сказал папе, почему ты не обратился к маме, почему ты не обратился там в школе к классному руководителю и так далее, они говорят, будут ругать, или порой бывает так, что родители не выслушивают их до конца, или начинают ругать. То есть нету вот этого доверительного взаимоотношения. Это первое. Второе, что бы я порекомендовала. Уважаемая аудитория, уважаемые родители, хотя бы раз в неделю нужно будет смотреть за гигиеной гаджетов. Вот мы же смотрим за гигиеной детей, да, чтобы руки помыл, там, зубы почистил и так далее. Точно так же. Что такое гигиена гаджетов? Кто-то по знанию, кто-то по незнанию. Бывают так, приходят какие-то ссылки, какие-то фотографии, какие-то ролики и так далее. И вот ребенок может просто пройти по какой-то непонятной ссылке, оказаться в деструктивном сообществе. Поэтому необходимо хотя бы раз в неделю с детьми вести разговор на эту тему. Обязательно, когда мы проводим профилактическое мероприятие, об этом обязательно говорим. Нежелательно, нельзя проходить по незнакомым ссылкам. Ни взрослым, ни детям, никому это небезопасно. Если вдруг вам пишут с незнакомого аккаунта, предлагают какие-то, я не знаю, позитивные, может быть, моменты, да, что-то, это тоже небезопасно. Потому что вербовщики, ни один вербовщик, даже через интернет-пространство, он не начинает разговор с того: «Здравствуйте, я вербовщик, приходи к нам». Всегда все начинается банально, красиво, доброжелательно, протягивают руку помощи и так далее. Чтобы не стать жертвой вербовщиков, лучше, это номер 2, следить за гигиеной, чистотой гаджетов, не проходить по тем ссылкам, которые незнакомые приходят к нам из каких-то незнакомых аккаунтов. Завирусованные бывают ролики, приходят, да, скидывают друг другу. Поэтому я думаю, что вот это, может быть, это банально просто, но тем не менее вот эти моменты как раз таки, которые могут привести к серьезным последствиям. И еще один, наверное, на это можно много давать советов, но, наверное, еще на одном остановлюсь. Уважаемая аудитория, уважаемые родители, уважаемые подростки, если вам нужны будут ответы касаемого вопроса религии, религиозного экстремизма, терроризма и так далее, пожалуйста, обращайтесь только в средствах, в интернет-пространстве, только по тем сообществам, например, у нас есть управление по делам религии, да, есть их сайты, есть Центр анализа развития межконфессиональных отношений, есть у нас госорганы, например, внутренняя политика района или области и так далее. То есть вот эти интернет-пространства, в котором вы будете брать информацию, он должен быть проверенный. Если вы будете брать информацию через наши каналы ЦАРМО, Центр анализа развития межконфессиональных отношений, то вы знаете, что каждая информация, которая у нас размещается на наших каналах, это в Ютубе, это Телеграм, в Инстаграме и так далее, она проходит определенную проверку, то есть она безопасна. Зайда Нұрбековна, енді сіз мектеп оқушыларымен, колледж студенттермен, жоғарғы оқу орны студенттермен тікелей жұмыс жасап жүрген адам ретінде бір мынандай сұрақ туындайды. Жалпы діни радикалды діни ағымдарға қандай да бір қатысы бар, немесе солардың ықпалында жүрген қандай да бір адамды, студентті, оқушыны қандай іс-әрекеттерінен тануға болады? Себебі көп уақытта өкінішке орай ата-аналар болмасын, олардың жаңағы мектептегі оқытушылары болмасын, жоғарғы оқу орнындағы оқытушылар болмасын да, мектептегі мұғалімдер болмасын, олардың діни радикалды ағымдардың ықпалында жүргенін білмей қалады да, кейін жаңағы бұл мәселе үлкен, күрделі бір мәселеге айналып жатқан кезде бірақ біледі.
сондай жаңағы оқушыны, студентті немесе қандай да бір адамды қандай іс-әрекеттерінен көруге болады? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз, қараңыз, дұрыс айтасыз. Ата-ана, біз жастар туралы айтып тұрмыз, үлкен адамдар болсын, кей кезде ер адамдар, үлкен отағасы, не болмаса бір әйел адамдар, өкінішке орай, осы жерде айта кетейін, біз жұмысымызды бастап жатқан кезде діни экстремизм, терроризм бабымен сотталып жатқан азаматтардың ішінде қыз бала, әйел адамдар жоқтың жаны болатын. Ал қазіргі кезде өзіңіз де білесіз, ол ақпаратты жыл сайын сотталып жатқан азаматтардың ішінде қыз балалар, әйел адамдар көбейіп келе жатыр. Ал енді жаңағы сіздің айтқан сұрағыңызға жауап беретін болсақ, қараңыз, жаңағы айттым ғой, бір жас жігіт, ол студент бала жуырда болған жағдай, жап-жақсы отбасынан, өзі мектепті жақсы оқыған, студент, жақсы сондай сабағына құпты қарайтын, ашық жарқын жігіт. Ал енді жаңағыдай жайсыз жағдайға тап болғанда, бірінші назар аударатын ол баламыз, сол адам деп айтайық, ең бірінші біртен ата-анасымен бұрынғыдай ашық қарым-қатынасты өзгерте бастайды. Орысша айтқанда, человек замыкается. Если он в обычной жизни был жизнерадостный, открытый, приходил со школы или там с университета, мог рассказать: мама, сегодня там у нас такие-то были пары там и так далее, он постепенно начинает замыкаться, уходить в себя. Тұйықтық басталады. Екінші, бұрынғыдай айтатын әңгімесі, не болмаса жаңалығы, оны күн сайын бөлісуден біртен қояды, азаяды. То есть он с каждым днем все меньше и меньше делится, и в конце доходит до того, что он перестает вообще делиться с той жизнью, которая у него проходила. Если раньше было это запросто, он приходил и говорил: вот у нас там, мы там с друзьями встретились там-то, то есть рассказывал. Дальше, следующее. Если у него до вот этой беды была определенная среда, с которыми он дружил большое количество времени, это может быть ребята с одного двора, это может быть одноклассники, неважно, то постепенно человек, который попадает в деструктивную среду, он меняет свое общество. То есть он уходит из той определенной правильной, давайте так скажем, первоначальной, правильной среды, попадая в деструктивную среду, он начинает отходить от своих друзей, от своих близких, от родителей. Почему? Потому что деструктивная среда ему начинает диктовать. Ему говорят: а это неправильно, ол олай болмау керек, ол дұрыс емес, сіздің отбасыңызда былай екен ғой. Олар әке шешен жаман деп айтпайды, жоқ, неоткрытым текстом. Білмейді екен, білмей қалыпты, ол ақпарат олай емес, ол былай болу керек деп, өздеріне ыңғайлы ақпаратты аздап бере бастайды. Енді бізде айтамыз ғой, следующий этап доверие, сенім деп айтамыз ғой. Сенімге кірген кезде, осы күннен бастап, жаңағы теріс ағымға дейміз бе, деструктивтік ортаға толықтай аудару, көшіру басталады, көшіру жұмысы басталады. О чем идет речь? Мен екі тілде бірден айтып отырмын. Смотрите, в какие моменты жизни у человека, взрослый, подросток, неважно, появляется доверие. Когда человеку плохо, в этот момент его поддержали. Это может быть психологически, это может быть физически, это может быть финансово, но неважно, главное, его поддержали. Человеку плохо, вот давайте приведем такой пример. Ребенку плохо, в каком плане? Он не может сдать сессию, ему и так и плохо. Дома, как его воспринимают? Вот, ты не учил, мы тебе говорили, ну и так далее. Будет он рассказывать о своем, так скажем, провале сессии? Нет, он скроет. Почему? Потому что, во-первых, он не хочет расстраивать родителей. Затем он думает: я сдам, потом я лучше скажу и так далее. И вот именно в эти моменты, когда подростку,
когда человеку плохо, вербовщики оказываются рядом. Это их тактика вербовки. Они о чем говорят? Они говорят о том, что ты не переживай, все будет хорошо, я тебя поддержу, если финансово нужно, финансово поможет, похлопает по спине. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами тоже проходили через это. Когда нам плохо, что нам хочется? Нам хочется, чтобы нас поняли. Да. Нам хочется, чтобы нас поддержали. Просто даже теплым словом. А тут студент получил 2, ему и без того плохо, а еще вдобавок дома он получает, так скажем, да, еще вдобавок негатива. Вот поэтому следующий шаг – это для того, чтобы вот эти моменты, трудности были именно информированы родители, и не кто-то другой, необходимо, чтобы вот взаимосвязь родителей и ребенка были. Тогда вы узнаете о его беде. К сожалению, да, беда какая-то наступила, но родители вперед узнают, а не вербовщик узнает вперед. Мен айтайын дегенім, 18 жасқа толғанша діни сауаттылықты, діни білімді деп айтайықшы, білімді беруге жауапты ата-ана. Родители несут ответственность, и только родители имеют право решать вопросы религиозного воспитания своих детей до 18 лет. Никакой там дядя, который якобы хорошо знает аяты, или там еще кто-то, неважно. Родители несут ответственность за религиозное воспитание своих детей до 18 лет. После 18 лет совершеннолетний человек, он уже будет сам решать. Сонымен Зайда Өмірбековна, қандай да бір радикалды діни ағымның ықпалында жүрген қандай да бір адамды, ол оқушы болуы мүмкін, студент болуы мүмкін, немесе жай бір жұмыста жүрген мекемеде жұмыс істеп жатқан қызметкер болуы мүмкін, ол кім болмаса да бұл енді бәрібір де. Сондай адамның ең бірінші орында мінез құлқына көңіл аудару керек те. Мысалы, бала егер тұйықтанып, бұрынғы өзінің әдеттегі іс-әрекеттерімен айналыспай, анасы мен әкесіне өзінің бұрынғы қарым-қатынасы өзгерген болса, ол баланың жаңағы жеке өміріне араласып, ол баланың жаңағы қандай кіммен араласып жүргеніне барлығына тиянақты қарап, бір сөзбен айтқанда кішкене тексеріс жұмысын жүргізу керек те осындай жерде. Енді Зайда Өмірбековна, ең бірінші жаңағы осындай уақытта балаға көмекті кімдер берген дұрыс? Яғни сіз жаңа сөзіңізде бірнеше рет айтып кеттіңіз. Бірінші орында бұл жерде жаңағы діни білімді, діни анықтылықты балаға беретін ол бірінші орында ата-ана деп айттыңыз. Ал енді егер бала қандай да бір сондай діни радикалды ағымның ықпалына түсіп кеткен болса, көмекті бірінші орында егер ата-анасы бере алмайтын болса, онда ата-анасы міндетті түрде жаңа кәсіби мамандарға жүгіну керек те. Солай ғой. Себебі бұл жерде баланы басты мақсат баланы сол ықпалдан алып шығу. Себебі бала ол жаңағы ағымның ықпалына қашан түсті, қанша уақыт өтті, мүмкін көп уақыт өтіп кеткен болса, бұл жерде ата-ананың көмегі тіпті әлсіз болуы да мүмкін. Болмауы да мүмкін. Тіпті болмауы да мүмкін. Сондықтан да бұл жерде мысалы конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығының өзінің құрылуының басты мақсатының өзі осындай жаңағы балаларға, студенттерге, қандай да бір адамдарға, жалпы тұрғылықты халыққа көмек көрсету, сондай-ақ кәсіби теологтардың, ислам танушылардың, дін танушылардың көмегі арқылы діни анықтылықты дұрыс бағытта беру. Сондықтан да біз ойлаймыз, сіздің жаңағы қойылған сұрақтың төңірегінде сіз жаңағы сұраққа да жауап беріп, оның жаңағы ол неден оны қалай алып шығу керек, бұл жерде қандай жаңағы адамдар, ата-ананың рөлі бұл жерде қандай, кәсіби мамандардың рөлі қандай, бұл жерде соның барлығын жаңа жеке-жеке айтып өттіңіз. Зайда Өмірбековна, енді бұл жерде біз орталықтың жаңағы телефон көрсетілген, экранда көрсетілген телефонынан басқа бірнеше әлеуметтік желілер қазір қатарынан қызмет етеді. Ол Инстаграм бойынша, ВКонтакте бойынша, ТикТок бойынша, Фейсбук бойынша да бізге хабарласуға болады. Және осы желілерде
осы желілер арқылы сіз қандай да бір радикалды діни ағымның аккаунтына, каналына жазылған болсаңыз, одан қалай отписка жасауға болады, оның барлығына біздің орталықтың мамандары сіздерге тегін, сіз жаңа қайта-қайта айтып жатсыз, тегін көмегін көрсетеді. Сонымен қатар біздің орталықта, сіз жаңа айтып өттіңіз, мен тағы да қайталап өтейін, ол теологтар, исламтанушылар, психологтар, кәдімгідей дін төңірегінде туындаған сұрақтарға байланысты, мәселелерге байланысты, оңтайсыз жағдайларға байланысты көмек көрсетуге дайын. Сондай-ақ біздің экранда көрсетілген телефон, ол сенбі, жексенбі күндері де жаңағы байланыста болады, 24-те 7 уақытында байланыста болады, сондықтан да көмек көрсетуге дайын. Зайда Өмірбековна, жаңа подкасттың басында мен сізге айтып кеттім, осы тұрғылықты халықты, облыс бойынша тұрғылықты халықты аралаған кезде қандай да бір қызықты оқиғалар болды ма деген сияқты, соны айтып өтесіз бе деген сияқты. Ондай қызық оқиғалар өте көп болды. Бір енді айтып өтейін, жаңа айттым ғой, біз бастаған кезде әр ауданға апталап кететінбіз. Мысалы, осы бірінші аптада қандай бір Баянауыл ауданы, екінші аптада бір апта біз Успен ауданында, үшінші аптада Железинка ауданында апталап. Жексенбі күні кетеміз қонаға, дүйсенбіден бастап жұмысымызды бастаймыз, жұма күні кешкілікте келеміз. Күніне 5-6 ауылдарды аралап шығатынбыз. Ол енді кейде 4-5 болуы мүмкін, кейде 5-6 ауыл мен бір ауылдың ортасы енді қанша екеніне байланысты. Енді бір қызық айтайын, менің бөлімімде біздің ақпараттық түсіндіру бөлімі, жаңа айтып кеттім, бір айтылатындай бір енді мақтанышпен айтуға болады. Ол біздің бөлімдегі істеп жатқан әріптестерім, жаңа 10 жылдан астам деп айттым ғой, бізде тұрғылықты постоянство состава работников, так скажем, специалистов нашего отдела. Это теологи, специалисты. Я лично работаю с первого дня основания, кто-то прошел чуть-чуть немного позже, но за это время, более 10 с лишним лет, у нас состав один и тот же. Это тоже своего рода дает определенные результаты позитивные, потому что практика нарабатывается годами, у нас смены как таковые в коллективе, нету такой постоянный состав. Утечка кадров нету. Да, этого нету. Я считаю, что это большой плюс. Это да, это правда. И вот жаңағы сіздің айтқаныңызда бір қызықты оқиға дегенді айтайын. Ауданды айтпай-ақ қояйын. Қай аудан екенін айтпай-ақ қояйын. Болған жағдай. Енді бізде әртүрлі болады. Кей аудандарда бізде қонақ үй дейміз ғой, гостиница, жататын енді орын, кей аудандарда бар, кейбір аудандарда жоқ, ауылдық жерде енді жоқ ондай. Біз, менің жанымда бөлімнің специалисті, ол кісі қазір де қызмет етіп жатыр, жалғастырып жатыр. Біз бір ауданға келдік, ақырғы 5-сол күнгі 5-ші кездесуімізді өткіздік. Енді қонып қалатын жер, себебі келесі сол аудандағы ауылға баруымыз керек. Қайда барамыз? Жататын қонақ үй жоқ. Сосын бізге жергілікті енді азаматтар айтты, мектепте болады деді. Оқушылар бәрі кетті, свет сөнді. Біз жаңағы әріптесім, баламда енді, әріптесіміз екеуміз сол жаңағы мектепте қонып қалдық. Ол кезде мектепте бір предшкола деген бір кішкентай балақайлардың, осындай кішкентай кроваттары, кішкентай балалардың, балабақшада болады ғой, сондай кроваттар бар екен. Біз жаңағы менің әріптесіміз екеуміз кешкі 8-ден қап-қараңғы, свет жоқ, және ана даңғыраған мектеп болғаннан кейін акустика деген бар ғой. Енді бісмілләмді айтып, не істейміз, свет жоқ, интернет жоқ, қап-қараңғы, уақыт ұзақ өтпейді. Енді біраз қарасам, бір дыбыс шығады, біреу келе жатқан сияқты. Орысша айтқанда шаги дейді ғой, осылай басып келе жатқан. Мен үндемей сол отырған орында отырым, бірақ ана жаңағы дыбыс жақындап келе жатқан сайын қатты қорқып бара жатырмын енді. Қорыққаным сол, жаңағы әріптесімнің есімін айтып,
қайдасың деп енді қарасам ол жастар ғой. Әріптесім Рүстем екінші этажға көтеріліп биология кабинетінің жанында интернет бар екенін естіген ғой. Сол жаққа барып интернет іздеп қараңғыда қайтып келе жатыр екен. Сол Рүстемнің әріптесімнің келе жатқан жаңағы аяқ басып келе жатыр ғой. Қараңғыда ол прямо жақсы акустика жақсы естіледі ғой. Сондай бір қатты қорқып, содан кейін ойбай Рүстем сен екіншіде бір жаққа шығып кететін болсақ айтады жарай ма деп. Бірақ айтқым келеді, Павлодар облысының қай ауылдарына барсақ та өте жақсы қарсы алады. Қарсы алғанда біздің беріп жатқан ақпаратты жақсы көңілмен, мынандай ақпаратты білмеппіз, естімеппіз, келгендеріңізге рахмет деп риза болып, осылай қабылдап жатады. Осындай өмір болғанда енді әртүрлі. Сіз жаңа мектепте қонған кезде сіз ойлаған шығарсыз, мына мектепте бір сондай призрактар бар ма деп, не бұл жүріс түнде, кім жүріп жүрді деп деген сияқты. Зайда Өмірбекқызы, сіз енді осы орталыққа сіңірген еңбегіңіз өте мол деп ойлаймын мен. Бұлай түріңізге қарасам, шаршамаған адамға ұқсайсыз, ал енді бұлай қызметіңізге үңіліп қарасам, шынымен араламаған жеріңіз жоқ екен. Осы облыстың барлық түкпір-түкпірін аралап шыққан екенсіз. Кәдімгідей саяхатшы деген ат беруге болады сізге. Рахмет. Мен енді сол тұрғыдан сізге рахметімді айта отырып, мен ойлаймын, осы облыс бойынша сізді танымайтын адам жоқ шығар, тіпті кішігірім ауылдағы да адамдар сізді танитын шығар. Осы подкастымыздың соңында сізге осындай бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы өзіңізді бақытты адам деп есептейсіз бе? Осындай жұмысты атқарғаныңызға байланысты. Енді шынымен керек, бұл ер адамның атқаратын жұмысы сияқты маған. Жерді аралап, күні түні жаңағыдай мектепте қонып, садикте қонып деген сияқты. Мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Дәл осы жұмысыма байланысты. Себебі осы беріп жатқан ақпаратымыз бір адамға болса пайдасы тисе, ол өте үлкен нәтиже деп есептеймін. Неге? Жаңа мен айттым, тағы қайталап айтайын. Сотталып кетіп жатқан, жайсыз жағдайға тап болып жатқан азаматтардың көбінде айтады. Әттең-ай, білмедік, осы ақпаратты ертерек естігенде дегендей бір өкініштерін айтып жатады. Ал енді біз ақпаратты беріп, осы бізді тыңдап жатқан жастар, үлкендер, біраз болса да өздеріне осы ақпаратты біліп, ертең барған жерде жайсыз жағдайларға тап беріп жатқанда, осы естіп едім деп, осы кезде міне тағы да есіме түсіп тұр, бір ауданда осындай бір жайсыз жағдай болғанда, ата-ана біздің беріп кеткен буклетімізді тауып алып, дәптердің ішінен бізге хабарласқан. Оны айтып отырғаным, ол кісілер бізге хабарласқан кезде мен сұрадым, сіздер біздің номерді қайдан алдыңыздар деп. Сол кезде біздің тарататын буклетіміз бар ғой, сіздер енді ол кісі мені мүмкін есінде жоқ шығар, бір әйел адам деп айтады, енді ол мен болуым керек. Не келіп осындай ақпаратты айтқанда мен назар аудармап едім. Қазір осындай жайсыз жағдай болып келген кезде сіздердің таратқан буклеттеріңізді тауып алдым. Сосын осы номермен хабарласып отырмын деп, осы болған жағдай. Осындай біз бір адамға болсын берген ақпаратымыз пайдалы болып жатса, біздің ақпаратты алып бір адам болсын осындай деструктивтік ортадан аман есен қалып жатса, біздің алған ақпаратпен бір болсын ата-ана өзінің баласына жылы сөз айтып, осы сұраққа дұрыс көзқараспен қарап жатса, мен жұмысымыздың біздің біраз болса да нәтижесі деп ойлаймын. Енді мен жаңа сіз аяқтадық деп айтып жатсыз ғой, мен сіздерге көп рахмет айтамын. Осы тақырыпты көтеріп, осы тақырыпты арасында үлкендердің, жастардың есіне салып отыру керек. Себебі маңыздылығы неде? Өмірде бәрі жақсы болған кезде біз бұндай сұрақтарға назар аудармаймыз. Жайсыз жағдайға тап болып жатқан азаматтар кейде айтады, еш қашанда менің отбасымда осындай болады деп ойламап едім. Еш қашанда осындай сұрақ, діни экстремизм, терроризм бабымен менің балам сотталады деп ойламаппын дегендей әңгіме айтады. Ешкім туысын, баласын жайсыз жағдайға қимайды. Бірақ
ақпаратты білген адам алдын ала оны естіп біліп, өзін біраз болса да осындай сәттерден аулақ ұстауға енді болады. Орысша айтқанда информирован, значит вооружен. Вооружен, иә. Сіздің бұл енді жаңағы не үнемі айтып жүретін девизіңіз екен, мен енді түсініп жатырмын. Зайда Өмірбековна, мен жаңа басында, подкасттың басында айтып кеттім, бұл орталық 13-ші жылдан, 2013 жылдан бері құрылғаннан бері осы ақпараттық түсіндіру бөлімін сіз басқарып келесіз. Жаңа басында мен де айтып өттім, сіз де қайталап бірнеше рет айтып өттіңіз, бұл сіздің бөлімде жұмыс істейтін адамдар, олар тұрақты адамдар деп мен ойлаймын. Ол кісілерде кейде өз атымнан, ұжымның атынан, әкімшіліктің атынан үлкен рахметімді айтамын. Рүстемге, Жолдас қажыға, сіздерде мықты жаңағыдай теологтар, исламтанушылар жұмыс жасайды. Бірігіп сіздердің атқарған жұмыстарыңыздың бірнеше жылдық кәдімгідей тарихы бар, іші қызықты оқиғаларға да толды. Мен ойлаймын, сіз бұның барлығы сіздің өміріңізде сондай бір естелік болып қалады деп ойлаймын. Сіздің сондай қызметтік жолыңызды біздің жастарға берсін, сіздің сондай бір жұмысқа күлімдеп келіп, үлкен қызығушылықпен атқаратын энергияңызды жастарға берсін деп айтам. Сондай бір үлгі тұтатын адамдардың бірі сіз. Маған сондай тапсырыс беріліп еді, әкімшіліктің тарапынан, ұжымның тарапынан, өзімнің тарапынан сізге үлкен рахмет айтам. Жұмысыңыз ары қарай жалғаса берсін, бала шағаңыздың, немереңіздің қызығын көріңіз. Алдыңызға қойған қандай да бір мақсаттарыңыз болса, міндетті түрде армандарыңыз болса, орындалсын деп айтам. Сіздің атқарып жатқан жұмысыңыз ол тек қана бір мемлекеттік қызмет емес, ол сондай бір Алланың қалауындағы да жұмыс шығар төңірегіндегі. Сондықтан да сізге үлкен рахмет айта отырып. Я хочу, знаете, как сказать, вот спасибо, благодарю, көп рахмет. Главная цель работы нашего центра в целом, не только нашего отдела в целом, это чтобы поставить хороший, серьезный заслон деструктивным культам, чтобы наши с вами дети, современная молодежь, жила в беззаботном, безопасном обществе. Бұл бір керемет тілек. Сонымен бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Алла жазса келесі түсірілімдерде кездескенше қош сау болыңыздар.